Сәлем достар, бүгін біз табиғи ашытқымен нан дайындаймыз. Бізге ұн, закваска, су, тұз қажет. Және де бірінші 100 грамм закваскамызды тегешке салып аламыз, яғни 4 қасық закваскамен де. Кейін закваскамыздың үстіне 600 мг бөлме температурасындағы суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. 900 грамм ұнымызды екіге бөліп, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Бірінші жартысында қасықпен жақсылап комок қалдырмай араластырып алып, кейінгі келесі жартысын ұнды қосқанда қолмен елеп аламыз. Біздің қамырымыз сұйық болып шығады, ол қалыпты. Келесі бізде ол басып отырған кезде өз қалпына келетін болады. Бұл жерде мен 2 нанға теста елеп жатырмын. Тестамызды қолмен елеп, ортаға қаншама рет басып, түйіндер қалдырмай жинап аламыз. Кейін кішкене ыстық суға тұзымызды салып ерітіп, тестамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап басып шығамыз. Тұзды суымыз қамырға сіңу керек, сол үшін көп рет басып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді әр жарты сағат сайын қолымызды сулап, қамырымызды басып отырамыз. 3 рет басамыз қолымызды сулап. Қолымызды сулап, әр басқан сайын қамырымыз жинақтала бастайды, былжырап жатпайды. Кейін үстелге ұнды жақсылап сеуіп, қамырымызды қойып, дәл ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Бөлген бөлігімізді ұн сеуіп, үстінен жақсылап басып, дәл видеодағыдай орап жинақтаймыз. Піскен кезде іші әдемі болып жинақы болып піседі. Келесі үйіңізде бар ыдысқа кішігірім үстіне орамал салып, ұнды жақсылап себеміз, көбірек, себебі қамыр көп тұрады. Мен бұны 12 сағатқа холодильникке қалдырамын. Орамалға жабысып қалмайтындай, сондықтан ұнды жақсылап себу керек. Осылай қамырымызды жақсылап илеп, ыдысымызға салғаннан кейін, үстінен де тағы да орамалмен жауып, сыртынан салафан кигізіп, холодильникке қалдырамыз. Мен 12 сағатқа қалдырамын. Холодильникке қалдырмасаңыз да болады, бөлме температурасында 3-4 сағат көтеріп алып, духовкаға салсаңыз болады. Менде үйде нан болғандықтан мен ертең пісіремін бұны. Сол үшін холодильникке 12 сағатқа қалдырамын. Және де духовкаға салғанда біз ең алдымен темір ыдысқа суды қайнатып салып, духовкамызды 230 градусқа қыздырып алып, бірінші қайнаған жаңағы суымызды духовканың астына салып, ортасына қамырымызды салып, 15 минут буға пісіріп аламыз. Одан кейін 15 минуттан кейін духовкадан ыстық қайнаған суды алып тастаймыз. Кейін температураны 200 градусқа азайтып, тағы да 40-45 минутқа қалдырамыз. Суды 15 минуттан кейін алып тастауға ұмытпаңыздар, себебі қамырымыз шекі болып кетуі мүмкін. Астына су қоймай пісірулеріңізге де болады. Су құйып, буда піскен нан сырты қытырлап, өте дәмді болып шығады. Бұл менің 12 сағат холодильникта тұрып көтерілген қамырым. Мен осылай үйдегі лезвиемен нанды кесіп шығамыз. Кескен дұрыс, себебі нан
ашылып өте жақсы болып піседі. Ал егер кеспесеңіздер, ортасы тығыз болып пісуі мүмкін. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Соңғы видеода нанның қалай қытырлақ болып піскенін салатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы рецепттармен бөлісетін боламын. Рахмет.